Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес, ағымдағы жылдың шілде айының 14-15 күні, яғни бүгін ертең Қызылорда облыс көлемінде халықпен кері байланыс орнату мақсатында жолдау қабылдау акциясы ұйымдастырылуда. Акция облысымыздың 10 аймағында өткізіліп жатыр. Қызылорда қаласында қазіргі Магнум сауда орталығында және халыққа қызмет көрсету орталығында өткізіліп жатыр. Халықтың бұл жерде көкейіндегі қоя алмай жүрген сұрақтарын қойып, жауабын ала алады. Барша облыс тұрғындарына сұрақтарын қойып, жауап алуға шақырамыз. Таңғы сағат 10:00-ден 16:00 аралығында үзіліссіз халықты қабылдап сұрағына жауап береміз. Сағат 10-нан бастап қабылдатқан көп тұрғындары қазіргі кезде облыста республикалық өткізіліп жатқан шетел автокөлік тіркеу бойынша легализация дейді, легализация бойынша сұрақ қоюда көбісі. Бұл жерде автокөліктердің көбісі жаңа Ресей Федерациясында жаңа шектеуде қойылуы бар, қарызы бар автокөліктер, жаңа проблемалы автокөліктердің тіркелу жөнінде бұл жерде халыққа түсіндірме жүргізіп, арызын қабылдап, бұл жерде ертең алдағы уақытта 10 күннің ішінде шешім қабылдап, бұл автокөлік тіркеуге жатады. Көбінесе легализация бойынша. Жыл басынан бері қазіргі кезде облыс көлемінде 13 мыңнан астам автокөлік қазір тіркеуге алынды. Облыс көлемінде бұл жерде 700-ге жуық автокөлік, оның ішінде конструктивті жаңа қосалқы бөлшек ретінде кіргізілген Қазақстанға сол автокөліктер 700-ге. Тіркелмеген автокөліктердің бәрі тіркеуге алынады. Ол жерде жаңа шектеу қойылған автокөліктер жалпы жаңа айтылады 200 мың сомасы төлеуде де. Бұл шектеуде тұрған автокөліктер 200 мың теңгесіз 14 мың теңге көлемінде айып несіп төлеп, мемлекет баж төлеп 14 мың теңге тіркеуге алынады. Бірақ бұл автокөлікте 5 жыл көлемінде шектеу қойылады. 5 жыл көлемінде бұл автокөліктер бойынша жаңа проблема мәселе шешілген жағдайда 200 мың теңге төлеп өз аттарына шектеуден тоқтатып алады.